Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай өте жұмсақ, дәмді үй жағдайында нандар жасайтын боламыз. Бұл нандар өте дәмді болып шығады. Осындай жұмсақ болып шығады. Шаймен ішкенге өте керемет. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Мұнда керек заттардың барлығын көрсеттім. Барлық құрамды описаниеге жазып өтетін боламын. Ең алдымен таза шұңғыр ыдысымызға сүтті құямыз. Менде салқын сүт, сондықтан ыстық су құйып жібердім үстіне. Екеуі бірігіп жылымаса болды. Тұзды, қантты салып, осылай тұз бен қант ергенше жақсылап араластырып аламыз. Енді осы сұйықтықтан жартысын құйып аламын. Құйып алғаннан кейін алдын ала еленіп дайындалған ұнды осы шұңғыр ыдысымызға салып, оның бетінен кукурузный крахмал және де ашытқан ұнды саламын. Барлығын осылай құрақ массаларды араластырып алып, жаңағы құйып алған сүтті шетінен құя отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламын. Осылайша жұмсақ қамыр илейміз. Маған кішкене ғана тағы да су керек болды, сондықтан да жылы судан кішкене тағы пайдаландым. Егер де сіздерге де керек болса пайдаланыңыздар, себебі әр жерде ұнның құрамы әрқалай болып келеді. Тағы да кішкене ұнды пайдалана отырып, қолымызда қамырдың бәрін босатып аламыз. Қамырдың бәрі бірікті. Енді кішкене ғана сұйық майды құйып жіберіп, қамырды тағы да осылай видеодағыдай жақсылап иін қандырып илеп, осылай илеп алатын боламыз. Менде осындай жұмсақ қамыр шықты. Енді осы қамырдың бетін жауып, 1 немесе 1,5 сағатқа орап, жылы жерге қоямыз. Менде 1 сағаттан аса уақытта қамыр ашыды. Енді қолымызды майлап алып, қамырды ыдыстан босататын боламыз. Мен мұнда қамырды өзіме керекті кішкене 6 бөлікке бөлдім. Сіздерде өздеріңізге керекті бөлшектерге бөліп аласыздар. Үлкен 3 нан жасасаңыздар да болады. Енді осылай дөңгелете қамырды ішіне қарай орай отырып, дөңгелетіп алатын боламыз. Мен мұнда противенің бетіне пергамент қағазын төседім. Егер де противендеріңізге нан жабыспайтын болса, керек емес. Егер де пергамент төсейтін болсаңыздар, ол кезде сапасы жақсы пергамент алғандарыңыз дұрыс. Әйтпесе нандарыңыз жабысып қалатын болады. Енді барлық нанды осылай кішкене ғана жайып, орталарына шұңғыр жасап шығатын боламыз. Енді нанның бетіне орамал жауып 15 минутқа көтерілуге қойып қоятын боламыз. 15 минут өтті, біздің нандарымыз 2 есеге дейін ұлғайып, тағы да көтерілді. Сондықтан да нанның ортасын тағы да қолымызбен бір рет басып шығатын боламыз. Енді нанның бетіне мен осылай жұмыртқаның сарысына кішкене ғана сүт қосып, осы нанның бетіне жағып шықтым. Жұмыртқаның сарысын ғана жақпаңыздар, сарысын ғана жағатын болсаңыздар, нандарыңыздың беті ертерек күйіп кетеді, сондықтан кішкене сүт қосып жіберіңіздер. Барлығын бетіне жағып шықтым нанның. Енді нанның ортасына мен кунжут пен макты сеуіп шықтым. Егер кунжут мак болмаса, ол маңызды емес, керек емес. Енді осы нандарды алдын ала қызып тұрған 200 градустағы пеште қызарғанша пісіріп алатын боламыз.
Мұны менде осындай өте әдемі сап-сары болып тәбетті ашатын өте жұмсақ нандар пісіп шықты. Сіздер де үй жағдайында дәл осы рецептпен пісіріп көріңіздер. Сіздерде де осындай өте жұмсақ нан шығады. Мұны егер де сіздерге рецепт ұнаса, міндетті түрде каналға жазылыңыздар, жасап көріңіздер, лайк, комментарий қалдырыңыздар.